Сәлеметсіздер ме? Қазір бізде көркем еңбек сабағы, видео сабақты жүргізетін мен, Құттымұратова Балзия. Бүгінгі біздің сабағымыз сызықты перспектива. Перспективалы сурет салып үйренеміз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты шығармашылық идеяларды дамыту үшін әртүрлі дерек көздерін ақпарат жинау. Ең алдымен балалар компьютердің алдында дұрыс отыру ережесін есімізге түсірейік. Арқамызды тік ұстап, аяғымызды еденге қойып, көзімізбен монитордың арақашықтығын сақтап, түзу отырамыз. Балалар, сабаққа дайындығымыз қалай? Көңіл күйіміз қалай? Тамаша, ендеше бүгінгі сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастайық. Күнде шат күліп біз, шаттанамыз бәріміз, өміріміз көңілді, мәңгілік достықпен мақтанамыз бәріміз. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді үй тапсырмасын тексерейік. Барлығымызға белгілі қар-кесек әдісін қолданамыз. Мен қазір сендерге қимақ қағаздар таратып беремін. Сол қимақ қағаздарға өткен тақырып бойынша сұрақ жазасыңдар, және де оны қар-кесегі ретінде бүктеп, кез келген оқушыға бағыттайсыңдар. Қар-кесегін алған оқушы қар-кесегін ашып, ішіндегі сұрақты оқып, сол сұраққа жауап береді. Жарайсыңдар. Оқушылар, бүгін біз өте қызықты тақырыппен танысатын боламыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз сызықты перспектива. Перспективалы сурет салып үйренеміз деп аталады. Оқушылар, перспектива сөзді сендерге таныс па? Перспектива дегеніміз не? Білесіңдер ме? Естігендерің бар ма? Сызықты перспектива алыстағы заттар кішірейіп, ал жақындағылар үлкен болып көрінетін бейнелеу тәсілі. Ал перспектива бір шаршы кенепте немесе қағаздың бетіне кеңістікті қалай бейнелеу керектігі туралы айтылатын түсінік. Перспектива латын тілінен аударғанда тасадағыны көре білу деген сөзінен шыққан. Біз бүгінгі сабақта осы тақырыпқа байланысты тәжірибе жұмысын жүргіземіз. Тәжірибе жұмысын бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Мұғалімнің нұсқауынсыз, яғни менің нұсқауымсыз жұмыс жасамаймыз. Менің рұқсатымсыз сынып ішінде тұрып араламаймыз. Тәжірибе жасау барысында көршіңе немесе басқа сыныптастарыңа кедергі келтірмейміз. Үшкір құралдарды, жабдықтарды пайдалану кезінде көршіңе бағыттамау және мұғалімнің рұқсатынсыз қолданбау. Бояғыш құралдарды пайдалану кезінде тазалық сақтау. Осы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаймыз. Ал енді тәжірибемізге көшелік. Алғашқы тәжірибе. Менің қолымда бірдей 2 алма тұр. Мұқият қараймыз. Екеуі де бірдей деңгейде. Енді осы 2 алманың көлемін салыстырып көріңдерші. Иә, екеуі бірдей. Ал енді мен осы 2 алманың біреуін екіншісінен сәл алыста ұстайтын болсам, қандай өзгешелік байқайсыңдар? Не өзгерді? Дұрыс айтасыңдар, бірінші алма екінші алмадан кішірек көрініп тұр. Ал енді екінші тәжірибе. Мектеп дәлізінің түпкі қабырғасына сүйеніп тұрып, еден мен жоғарыға қара. Жиек сызықтары қалай өзгерді? Қорытынды жаса. Темір жол рельстеріне, тас жол немесе телеграф желісіндегі сымдарға қарап та осыны байқай аласыңдар. Егер сен дұрыс қорытынды шығарсаң, онда перспектива ережелері туралы мынадай ой түйеміз. Оларды есіңде сақта. Егер көлемі бірдей заттар әртүрлі қашықтықта орналасса, онда алыста орналасқан затқа қарағанда жақындағы зат үлкен болып көрінеді. Сызықтар алыстаған сайын тарылып, көкжиекте бір нүктеде түйіседі. Осыны есімізден шығармаймыз. Ал енді оқушылар, орнымыздан тұрып, бойымызды бір сергітіп алайық. Мен өлең шумақтарын айтамын, сендер менің ізімнен қайталаңдар. Орнымыздан тұрамыз, қолды жоғары созамыз, төмен қолды түсіріп, бір отырып тұрамыз. Басымызды оңға бір, басымызды солға бір, айналдырып әкеліп, бір шапалақ ұрамыз. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді теориялық білімімізді практикалық жүзінде қолданатын кез келді. Қазір барлығымыз перспективалы сурет саламыз. Сурет салуға кіріспес бұрын қауіпсіздік ережемізді есімізге түсіріп қатаң сақтаймыз. Перспектива ережелерін қалай түсінгендеріңді сурет салу арқылы тексеретін боламыз. Бірақ ол оңай емес. Бірнеше мысалға назар аударайық. Оқушы ымыртты екі жартысын
бір-бірінен әртүрлі қашықтықта перспектив ережелерін ескере отырып бейнелеуді ұғарды. Ол перспективалы суретті алғаш рет салып тұрғандықтан бірнеше нұсқау жасады. Мына суретке назар аударайық. Суреттерге зер салыңдар. Жас суретші қандай қателік жіберді? Алмұрттың екі жартысы бір-бірінен және көрерменнен әртүрлі қашықтықта жатқандықтан сезу үшін перспективаны бірінші ережесін қолданамыз. Егер көлемі бірдей заттар әртүрлі қашықтықта орналасса, онда орналасқан затқа қарағанда жақындағы зат үлкен болып көрінеді. Оқулықтағы суретке назар аударайық. Ал енді екінші ережені қолдана отырып суретімізді одан да әсерлі ете аламыз. Екі параллель сызық алыстаған сайын тарылып көкжиекте бір нүктеде түйіседі. Қазір біз үстелдің суретін саламыз. Оның өзімізге жақын жағын ендірек, ал алысырағын енсіздеу етіп көрсетеміз. Үстелдің үстіне алмұрттың екі жартысын бейнелейміз. Олардың бірін үстелдің жиегіне жақындатып, ал екіншісін сәл алысырақ саламыз. Ал енді керекті құрал жабдықтарымызды барлығымыз аламыз. Қауіпсіздік ережесін есімізге түсіре отырып, суретімізді салуға кірісеміз. Ал енді оқушылар, салған суреттерге назар аударыңдар. Енді суреттерді салыстырып, олардың қайсысында кеңістік байқалатынына көздерің жеткен болар. Жарайсыңдар, сондай-ақ ережеге сүйеніп, қызықты әрі әсерлі сурет салдыңдар. Жарайсыңдар оқушылар, тамаша. Оқушылар, әр тапсырма сайын өзімізге тиесілі балды қойдық. Енді қорытындылайтын кез келді. Кім қанша бал жинады? Кім 9 пен 10 бал жинады? Жарайсыңдар, өте жақсы көрсеткіш. Кім 7-8 бал жинады? Жақсы. Ал кім бұл балдардан төмен бал алды? Оқушылар, сабаққа мұқият боламыз, белсенді қатысуға тырысамыз. Оқушылар, мен қазір сендерге күлгештер таратып беремін. Егер сендерге бүгінгі сабақ ұнаса, сабақ түсінікті болған болса, тақтада тұрған жәшіктің үлкеніне саласыңдар. Ал егер сабақ ұнамай, түсініксіз болған болса, кіші жәшікке саласыңдар. Тамаша, жарайсыңдар, рахмет. Үйге тапсырма. Үйлеріңдегі кез келген құралды пайдалана отырып, перспективалы сурет салып келесіңдер. Перспективаның екі ережесінің бірін қолданасыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.